Сәлеметсіздер ме, құрметті серіктестер. Көп адамдар мен байқағаным, таныстарының, не болмаса ата-анасының, не болмаса бір көршілерінің, жолдастарының сетевой бизнесқа келіп, бәлен жыл сол жерде істеп жүріп, жетістікке жетпегенін көріп, ол кісі ойлайды екен, менің де қолымнан келмейді. Егер ана кісінің табысқа шықса, ол неге шықпайды баяғыдан бері? Демек, бұл жерде бұны бизнес деп қабылдамайды кісілер. Бұны сетевой бизнесте көп адамдар лохотрон, аферистар деп сол жерде істейді деп ойлайды. Ана жоғарғылар табады, кейінгілер таппайды деп солай ойлайды. Мен қалып қойдым деп солай ойлайды екен кісілер. Ал мен сіздерге айтар едім, сіздер қорықпаңыздар. Сіз ол кісі сіз емес, сіз ол кісі емессіз. Сіздің мүмкін жолыңыз болады, мүмкін сіз жақсы компания тауып аласыз, мүмкін сіздің спонсорларыңыз жақсы болады, мүмкін сіз өзіңіз мықты шығарсыз жаңа сетевой бизнесте. Сіз өзіңізді сынап көріңіз, өзіңіз жасап көріңіз. Бір жыл, кемінде бір жыл уақытыңызды бөліңізші, өзіңіз көресіз. Жетістікке жетсеңіз, нұр үстіне нұр. Бай боласыз, қуатты боласыз, денсаулығыңыз жақсы болады. А егер жетпесеңіз, онда тұрған ештеңе жоқ. Бұрынғы жұмысыңызда істей бересіз, бұрынғы қалпыңызда жүре бересіз. Сондықтан ешқандай қауіп жоқ мына жерде. Мысалы, Atomy компаниясында ешқандай ақша салмай-ақ бизнес бастауға болады. 10 000 теңгемен мен өзім бастадым. Өзіме керек затты алдым. Щетка, паста, шампунь. Сонымен 10 000 PV болды менде. 10 000 PV болғаннан кейін асыма кісілер шақырдым. Кісілер тіркелді. Олар да көрді. Atomy'дің жаңағы паста щеткасын алып көрді. Сөйтіп мен ақшаға шықтым. Сол секілді өте оңай нәрсе. Atomy компаниясында ешқандай ақша салып кері жоқ. 6 айда бір рет 1,5 теңгеге бірдеңе алып қойсаңыз, не болмаса жаңа паста щеткаңыз бітеді ғой. Сол кезде тағы алып қоясыз. Не болмаса шампуньіңіз бітеді, аласыз де. Сөйтіп бизнес бастауға болады. 10 000 теңгемен бизнес бастауға болады. Құрметті серіктестер, қорықпаңыздар. Бұл жерде қауіп жоқ. Жаңағы басқа жетістікке жетпеген кісілерді көріп ойламаңыздар, мен де кірсем жетістікке жетпеймін деп. Мүмкін сіздің жолыңыз болып кетеді. Мүмкін сіз жетістікке жетіп кетесіз. Сондықтан әркім тағдыры әртүрлі. Мүмкін ол сіздің көріп жүрген кісілеріңіз, білетін кісілеріңіз бір дұрыс емес компанияда істеп жүрген шығар. Ол кісінің қадамы дұрыс емес шығар, істеп жүрген ісі дұрыс емес шығар. Сондықтан сіздер оны ойламаңыздар, ол кісілер жетпесе мен де жетпеймін деп. Atomy компаниясында сіздер Құдай қаласа керемет жетістікке жетесіздер. Сосын кейбір кісілер сетевой бизнесте, мен ана ертерек келгенде жетістікке жетеріне жарайды, қуаныштарды, олар ерте келген деп. Міне сіздер де қазір ерте келіп отырсыздар. 2023 жыл ерте деп есептеледі. Ерте 5-10 жыл, 20 жыл өтеді. Сол кезде өкініп қаласыздар, қазір бастамасаңыздар. Қазір өзі компания Atomy'дің басталғанына бар жоқ 14 жыл болды. Бүкіл Кореяда 2009-да басталды. 14 жыл болды. Қазақстанға келгелі 2 жыл болды. Ресми түрде. Енді осыдан артық сенімді компания сіздер таба алмайсыздар. Шын айтамын. Өйткені бізде ай сайын салатын активация жоқ. Ай сайын сізге ешкім ал демейді. Бірдеңені біреуге сат демейді. Өзіңізге, біз бәріміз тұтынушымыз, өзімізге ғана аламыз. Соны елге көрсетеміз. Телефоныңыздағы бар ғой, магазиніңіз, дүкеніңіз, соны көрсетесіз. Міне, сенде де осындай дүкен болады. Бұл персональный платформа Atomy деген. Персональный деген жеке өзіңіздің платформаңыз. Міне Instagram, YouTube, TikTok, жаңағы солардың бәрі платформа. Мынау да платформа. Atomy да платформа. Қазір IT технология шығып кетті. Мынау приложение, солардың бәрі IT болып саналады. Енді искусственный интеллект деген шығып жатыр. Қазір білім күннен күнге өзгеріп жатыр. Бұрынғы совет үкіметіндегі емес қазір. Бұрын совет үкіметінде бір диплом аласыз, техникум не институттың. Сонымен сіз пенсияға шығасыз, де? Шығатын кісілер. Қазір ондай емес.
Қазір білім күнде өзгеріп жатыр. Мына Инстаграмның өзі күнде бір күн қарасам былай, 2-3 айдан кейін бір өзгеріп тұрады бір функциялары. Сол сияқты білім өзгеріп жатыр. Күнде қазір істемесеңіздер қалып қоясыздар. Мына Atomy компаниясы ең соңғы біліммен жұмыс істеп жатыр. XR деген приложениесі бар. XR деген технологиямен қолданады. IPP дейді, персональный платформа. Бұл керемет платформа. Сіздер өкініп қалмаңыздар ертең істеймін, бүрсі күні істеймін деп жүрмін. Бұл сізге өте Құдайдың оң көзімен қарағаны. Егер сіз Atomyға тіркеліп, Atomyда приложение ашып, сол приложениеден өзіңізге заказ алып жатсаңыз, сізге Құдайдың оң көзімен қараған деп есептеңіздер. Себебі ертең сіз үлкен кәсіпкер болып кетуіңіз мүмкін, әбден мүмкін. Мына Atomy компаниясының жетістікке жетіп жатқаны сапалы зат өте төмен бағада сатылып жатыр бұл жерде. Қалып қоймаңыздар, құрметті серіктестер. Елге айтыңыздар. Біз бәрібір жарнама жасап жүрміз. Atomyға дейін де жарнама жасадық. Бір киноға барсақ, бір рестоға кірсек, бір мойға кірсек, бір киім алсақ, тағы да енді әртүрлі, мысалы торт аламыз, бір жерден аламыз де, айтамыз, вот ана жерде міне торттар әдемі екен, тәтті екен, мына жерде киімдер жақсы екен деп айтамыз, бірақ ол үшін бізге ақша төлеген жоқ. Міне қаншама дүкендер, үйдің жанындағы дүкендер, басқа дүкендерден нан аламыз, шай аламыз, басқа аламыз. Ешкім бізге ешқандай кешбек берген жоқ, дұрыс па? Әлі де бермейді. Ал Atomy компаниясын жарнама жасасақ, бізге кешбек береді, яғни PV. Көрдіңіздер ме? Біздің сатып алып қолданғанымыз үшін жақсы затпен, арзан затпен бізге ақша төлейді компания. Соны жарнама жасасақ. Міне, біздің бар бітіретін жұмысымыз осы. Сондықтан, құрметті серіктестер, өте мұқият болыңыздар. Әр минутыңызды мен сіздерге айтар едім, тіпті Atomyді приоритетке қойыңыздар. Бірінші орынға қойыңыздар. Өміріңіздегі істеп жатқан істеріңіздің ең біріншісі болып тұрсын Atomy. Себебі Atomy сіздердің 3 ұрпағыңызға дейін асырайын деп отыр. Сіз жасаған кәсібіңіз сіздің балаңызға өтеді, балаңыздан кейін немереңізге өтеді, немереңізден кейін шөбереңізге өтеді. Қараңыздар, ертең 5, 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл өтеді. Қазір бастап кеткен бизнесіңіз, сіз ойлаңыз, ертең қандай үлкен кәсіпке айналып кетеді. Бұл интернет арқылы тарайды да кетеді екен. Бір жыл уақытыңызды бөліңізші осы Atomyға. Кәдімгідей енді адам шақырып, қалай адам шақыру білмесеңіздер, үйреніңіздер. Мысалы, YouTube-тан бассаңыздар, қалай мен адам шақырамын деп орысшасын жазыңыз, қазақшасын жазыңыз, сізге YouTube-тан шығады. Былай шақырасың деп. Өйткені адам шақырудың әртүрлі тәсілдері бар. Сол амалдарын үйреніп алу керек. Мен білмеймін, қолымнан келмейді деп ойламаңыздар. Сіздің қолыңыздан бәрі келеді. Просто қолға алыңыздар, құрметті серіктестер. Сондықтан үлкен табысқа шығасыздар. Қазір табысқа шығу өте маңызды. Бүкіл нәрсе қымбаттап жатыр. Күннен-күнге қымбаттап жатыр, білесіздер ғой. Сол қымбаттаған одан әрі қымбаттай береді. Сіздің айлығыңыз ертең жетпейді. Қалай асырайсыздар бала шағаңызды? Қаншама жаңағындай жағымсыз нәрселер болып жатыр осы ақшаның жетпеушілігінен. Өздеріңіз қараңыздаршы. Кеше міне айтуға да өзі қорқынышты. Астанада өткенде 5 бала алдыңғы жылы өртеніп кетті, ата-анасы жұмыста болып. Сол ақша табу 2 смена жұмыс істеп. Жаңағы ақшаның қаражаттың жетпегеннен жұмыс істейді. 2 жерде, 3 жерде, 4 жерде жұмыс істейді адамдар. Не үшін? Бала-шағаны асырау керек. Қаражат жетпейді. Аягөзде де сондай трагедия болды. Не үшін? Тағы да сол ақшаның жетпеушілігінен. Сол адамдар сондай жағдайға жетпеу үшін біз осы Atomy компаниясын көбірек жарнамалауымыз керек. Көбірек айтуымыз керек. Бауырым, қарындасым, кеш, мына жерде істеш деп ерінбей айтуымыз керек. Істеш мына жерде, осындай табысқа шығасың. Міне мынандай кісілер тіпті міне деп көрсетуге болады да, әдейі. Міне осылар сондай табысқа шыққан. Бұл да сен сияқты, мен сияқты қарапайым адамдар. Міне осындай жағдайға жетті, осындай қысқа уақытта деп түсіндіріп бәрін айту керек. Өйткені бұл біздің мемлекет, өйткені біздің халық, біздің адамдар осындай жағдайға түсіп жатқаны өте өкінішті. Осы ақша үшін. Негізі айтады ғой, ақша табу өте оңай деп. Адам болу қиын дейді.
Сондықтан осы ең ақша табу оңай десе, демек Atomy компаниясынан ақша табу одан да оңай. Соны елге көрсетейікші, сендірейік адамдарды, сендірейік. Сол сендіру үшін тапқан таянғанымызды көрсетіп жатырмын. Мысалы, машина алдым, оны көрсетіп жатырмын. Үй алдым, міне үй алдым деп айтып жатырмын. Тағы басқа неме істедім, айтып жатырмын. Не үшін айтып жатырмын? Мақтанған үшін айтып жатқан жоқпын мен. Мақтану үшін емес. Сол адамдар сенсін деп жатырмын да. Мен бұрынғы кезде Атомиға дейінгі жағдайымды көрсетемін, тіпті фотоларымды көрсетемін, осындай қара жұмыс істеп жатқанымды көрсетемін. Неге? Мен де сен сияқты адаммын. Міне осындай жұмыста істеген мен. Осындай адаммын. Бірақ Атомиға келіп, Алланың қалауымен осындай жағдайға жеттім. Не үшін? Көрсет, адам сенсін деп жатырмын да. Сенсін. Мен мақтану үшін емес, бір керемет бір ақылды болғаннан емес, керемет бір оқымысты болғаннан емес, мен двоечник болдым деп айтам. Не үшін айтам? Мен оны мақтануға айтқан жоқпын. Мен двоечник болып, қазір осындай миллионер болдым деп. Жоқ, оған мен мақтана алмаймын, двоечник болдым деп. Ол мақтанатын нәрсе емес. Оған өкіну керек. Бірақ та оны айтатын себебім, сондай керемет сіз мектепте оқымасаңыз да, керемет бір білім институт, университет бітірмесеңіз де, осы жерге жете аласыз деп айтып отырмын. Соны мысалға келтіріп отырмын да өзімді. Құрметті серіктестер, сіздер жасаңыздар, жасау керек. Но заманауи бизнес, бұл интернет-магазин плюс партнерский программасы бар. Сіздер тек тұтынып отырсаңыздар болады. Тұтынып отырып, реклама жасасаңыздар да ақша табасыз. Көрдіңіздер ме? Ақша табу маңызды, өте маңызды. Сіздер ойламаңыздар, бұл пассивный доходқа шығу керексіздер. Пассивный доход деген ол сіздің харекетіңіз, сіз түсіп тұратын ақша. Басында 1-2 жыл шақырасыздар. Үйрену керек, тіркеу, басқа технический жаттарын үйрену керек. Осы болмайды енді. Мына білімсіз болмайды. Сондай сұрақ-түйек нәрселерді үйренуіміз керек. Ал үйрене алмаймын, мен білмеймін десеңіз, енді жағдай қиын болып кетуі мүмкін ертең. Соны байқаңыздар. Жұмыссыз қалып жатыр көп кісілер. Қазір искусственный интеллект деген келіп жатыр. Ол ертең тіпті жұмыссыз қалады деп жатыр кісілер. Сондықтан қазірден бастап қамтаныңыздар.